Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін өздеріңізбен бірге Азов полкі және Азовсталь жайлы айтқым келеді. Себебі әлеуметтік желіде дәл осы тақырыпқа қызығушы, әсіресе қазақ тілінде осы тақырыпты іздеуші жандардың саны өте көп екен. Оны байқап, өздеріңіз де аңғарып жүрген шығарсыздар. Бұны айту не үшін маңызды? Себебі Украина соғысында Азов полкінің ойнап жатқан рөлі өте зор, ал Азовстальдың да өзінің Украина соғысында, Украина тарихында ойып алатын орны бар деп айтсақ қателеспейтін шығармыз. Жалпы Азов полкінің Мариуполь қорғанысына қатысты айтпас бұрын полктың құрылу тарихына кішігірім тоқтала кетсек, Азов полкі 2014 жылы ресми түрде құрылды. 2014 жыл 4 мамырда деп айтылады. Полкты құрушының бірі ол Андрей Белецкий деген азамат болды. Андрей Белецкий осы полкты құру арқылы оның Украинаның қорғанысына барынша өз үлесін қосады деген сондай бір мақсатпен құрған болатын. Ол солай болып шықты да. Алайда 2014 4 мамырда ресми түрде құрылғанымен полктың тарихы оған дейін терең деп айтсақ болады. Себебі полк құрамындағы азаматтардың басым көпшілігі Украинадағы саяси процестерге бұрыннан араласып жүрген жандар еді. Олар Украинаның ішіндегі көптеген саяси қозғалыстарға мүше болды. Украинаның ішіндегі оппозициялық партиялардың мүшелері болды. Және 2013 жылдың қысында, 2014 жылдың қысында болған, яғни желтоқсаннан бастап ақпан айына дейін созылған Украинадағы саяси процестерде, Украинадағы майданда өзінің позицияларын көрсетіп, сол саяси процестерге тікелей қатысушылардың бірі болды. Міне, осылайша полктың құрамындағы азаматтардың басым көпшілігі саяси тұрғыдан бұрыннан Украинаның құрамындағы үрдістерге, Украинаның ішіндегі саяси үрдістерге араласып жүргенін түсінеміз. 2014 жыл енді Ресей Украинаға басқыншылық соғыс бастады, Қырымды тартып алды. Украинаның шығысындағы Донецк пен Луганск облыстарында сепаратистер бас көтерді. Ресей оларға жасырын және ашық түрде қолдау білдірді. Міне сол кезеңде Украинаның оңтүстік шығысындағы портты қала Мариупольді сепаратистер басып алды. Қазіргі таңда қан майдан болып жатқан Мариуполь ең бірінші 2014 жылы сепаратистердің қолына өткен еді. Міне сепаратистердің қолына өткен кезде Азов жасағы, ол кезде әлі ол полк емес еді, ол кезде ол бар болған жасақ, батальон болды, және оның құрамында 100-ге тарта азамат болды. Және олардың басым көпшілігі әскери тұрғыдан Украинаның қорғаныс министрлігімен бірлесе отырып, Мариуполь қаласынан сепаратистерді Мариуполь қаласын азат ету операциясына тікелей қатысты. Міне сол кезеңнен бастап жалпы Азов полкының Украина қоғамында рөлі арта түсті. Себебі Мариупольді азат етушілердің бірі ретінде Украинаның халқына, Украина қоғамына кеңінен танылды. Және осылайша Азов полкының тарихы басталды. Және Азов полкын қолдаушылардың саны күн санап артты. Украина билігі жалпы Азов полкын жаңағы батальон деңгейінен, полк деңгейіне көтеру үшін оны барынша әскери тұрғыдан қолдау, қаржылай тұрғыдан қолдау керектігін түсінді. Себебі полк Мариуполь операциясында Мариупольді сепаратистерден азат ету кезінде өзін өте бір тиімді тұрғысынан таныта білген еді. Сөйтіп 2014 жылдың қыркүйегінде полктың құрамында 400-ден астам азамат болып, ол батальоннан полк дәрежесіне дейін көтеріле білді. Және Азов полкі екі негізде басқарылды. Яғни бұрын оған дейін ол ерікті жасақ болатын болса, ендігі таңда ол ішкі істер министрлігі мен Украинаның ұлттық гвардиясына бағынды. Ол қалай жұмыс істеді? Яғни ішкі істер министрлігі полктың құрамындағы азаматтарға заң бұзбаушылық жағынан кеңес беріп отырды. Бұл бірінші. Екінші жағынан ішкі істер министрлігі арқылы полктың құрамындағы азаматтар айлық алып отырды. Яғни қаржыландырды. Қаржыландыру көзі ішкі істер министрлігі болды. Ал ұлттық гвардия несімен көмектесті? Ұлттық гвардия полкты әскери тұрғыдан дайындау, әскери тұрғыдан қорғаныс жилеттерін беру, әскери тұрғыдан атыс қаруларын беру, яғни әскери стратегия жағынан толыққанды міндетті ол ұлттық гвардияның жаңағы мойнына алды десек болады. Осылайша Азов полкі қаржыландыру жағынан ішкі істер министрлігіне өтті, әскери тұрғыдан ұлттық гвардияның құрамына өтті. Яғни екі структура бірлесе отырып осы полктың қазіргі таңдағы өте бір әскери тұрғыдан қабілетті, идеологиялық тұрғыдан мығым деңгейде болуына өзінің үлесін қосты. Бүгінде енді полкты құрған Андрей Белецкий полкты басқармайды. Ол 2015 жылы саяси процестерге араласу үшін полкты тастап кеткен болатын. Сөйтіп 2015 жылы ұлттық корпус деген жаңағы партия құрып, Украинаның радасында өзінің партиясы арқылы үлкен дауыс жинап,
саяси процестерге кеңінен араласу үшін осындай бір қадамдарға барды. Бірақ та енді жаңағы тарих көрсеткендей, Белецкийдің ұлттық корпус партиясы үлкен дауыс жинаған жоқ, сөйтіп Радаға мандаттық негізде тек қана өзі өтті. Бірақ Радада үлкен бір заңдарға өзгерістер жасай алған жоқ, себебі жалғыздың үні шықпас дейді. Сөйтіп Белецкий саяси жаңағы бастамасы сәтсіз аяқталды десек болады. Ал кейіннен ол Рададан, депутаттықтан сайлау процестері аяқталғаннан кейін 4 жылдан кейін 2019 жылы түсіп қалды. Яғни Рададағы депутаттық жұмысы қызметі тоқтады. Ал қазіргі таңда Андрей Белецкий Киев қорғанысына белсене қатысушы азаматтардың бірі. Бірақ Азов полкының құрамында емес. Ал Азов полкын бүгінде басқаратын ол Денис Прокопенко. Денис Прокопенконың жасы небәрі 30-да. Ол Азовстальдың дәп қазір ішінде, яғни Мариупольда Азовсталь қорғанысын барынша жүзеге асырып жатқан азаматтардың бірі. Енді Азов полкіне қатысты көптеген айыптаулар айтылады. Азов полкіне қатысты көптеген күмәнді ақпараттар бар. Оларды нацистік көзқарастағы азаматтар деп атайтындар бар. Оларды фашистік көзқарастағы азаматтар деп атайтын бар. Тіпті Азовтың ресми жаңағы эмблемасына қатысты алып қашпа әңгімелер өте көп. Ол жерде өздеріңіз байқайтын болсаңыздар, N және I деген екі әріпті көресіздер. Оны National Idea, яғни ұлттық идея деп түсіндіреді. Басым көпшілігі полктың ішінде, полктың ресми мәліметтердің өздерінде де осылай айтады. Яғни бұл ұлттық идея деген мағынаны білдіреді деп. Бірақ ресейлік бақ көздері және ресейлік саясаткерлер ол олай емес. Керісінше бұл 3-ші рейх кезеңіндегі ең бір СС құрамындағы қанқұйлы полктердің бірі болған, қанқұйлы әскери бөлімшелердің бірі болған жаңағы жасақтардың белгісі, солардың эмблемасы деп айтып жүр. Осылайша Азов полкіне қатысты жаңағы айыптаулар Ресей тарапынан осы бір эмблемадан басталып, кейіннен жаңағы өзге бір сипаттарға өтіп кетті. Яғни бүгінгі таңда өздеріңіз білесіздер, Украинада денацификация деген процесті жүзеге асырып жатырмыз деп Ресей айтады. Ал денацификацияны олар дәл осы Азов полкын айыптау арқылы өмірге әкелген болатын. Яғни Украинада нацистер бар, Украинада фашистер бар. Олар Азов полкі, олардың тіпті эмблемаларының өзі міне нацистік сипатта деген сияқты осындай бір ақпараттық шабуылды 8 жыл бойы күшейтіп, артынша Украинаға әскери агрессия жасауға әкеп соқтырды. Сондықтан да Азов полкіне қатысты нацистік, фашистік көзқарастағы деген ақпараттардың басым көпшілігі, тіпті барлығы дерлік, ол ресейлік ақпарат көздері арқылы қоғамға жіберіліп таратылып отырды. Енді Азов полкының тағы бір ерекшелігін айтатын болсақ, полк құрамындағы жаңағы азаматтардың 60%-дан астамы Украинаның шығысынан, нақтылап айтатын болсақ, Донецк облысынан, және басым көпшілігі Мариупольдан. Осы екі фактінің өзі Мариуполь қорғанысында полктың жанқиярлықпен шайқасқанын нақты бір дәлелдесе керек. Яғни олар өздерінің тұрған жерін, өздерінің туған жерін барынша жанын салып қорғап жатыр. Енді тағы бір ерекше факт, ол Азов полкі Украинаның ішіндегі ең орыс тілді полктың бірі саналады. Яғни Ресей тарапы Украина және оның ішіндегі Азов полкі орыс тілді азаматтарға қысым көрсетіп жатыр дегенді айтады. Бірақ Украинадағы ең орыс тілді қаланың бірі Мариуполь қаласы саналады, ең орыс тілді полктың бірі Азов полкі саналады. Яғни Ресейдің бұл полкпен бұл қалаға қатысты орыс тіліне қысым жасап жатыр деген айыптауы осы бір екі фактімен жоққа шығарылатын сияқты. Украинадағы екі орыс тілді қалашық бар. Ол біріншісі Харков қаласы, екіншісі Мариуполь қаласы. Бірақ неге екені белгісіз. Дәл осы екі қаланы Ресей әскері барынша әскери соққының астына алып жатыр, барынша өздерінің тілімен алған кезде денацификациялап жатыр. Бір жағынан алып қараған кезде Ресей билігінің осы бір іс-әрекеті шынымен де олардың көздеп отырған мақсатына сәйкес келмейтінін көрсететін сияқты. Енді Мариуполь қорғанысына келетін болсақ, Мариуполь Ресей үшін өте маңызды еді, себебі Ресей 24 ақпанда Украинаға соғыс ашқаннан кейін, бір күннен кейін 25 ақпанда Мариупольге жойқын соққылар жасауды бастады. Себебі Ресей 500 мың халқы бар қаланы басып алу арқылы екі миссияны жүзеге асыратын еді. Бірінші миссиясы ол Ресей Мариуполь портын, Украинадағы ең үлкен порттың бірі саналатын Мариуполь портын басып алатын болса, ендеше портқа әскери қару-жарақ жеткізу,
портқа резервтік күштерді жеткізу, жанармай жеткізу, азық-түлік жеткізу, дәрі-дәрмек жеткізуді үздіксіз жүзеге асыра алатын еді. Яғни осы арқылы ол Украинаның оңтүстік шығысынан басқа аймақтардан шабуыл жасау мүмкіндігіне ие болатын еді. Бұл бір. Екіншіден, Мариупольді басып алатын болса, ендеше Ресей Мариуполь арқылы Қырымға құрлық жолын салатын еді. Бұл Ресейдің 8 жыл ішіндегі басты бір мақсаттарының бірі болып келгенін бүгінгі таңда соғыс іс-қимылдары нақты көрсетіп отыр. Бірақ Мариуполь қорғанысында тұрған 8.000-ға жуық жаңағы Украинаның жасақтары, ол 36-шы Украинаның 36-шы қорғаныс министрлігіне қарайтын жасағы мен Азов полкінің құрамындағы сарбаздары Мариуполь қорғанысын 2 ай бойы барынша іске асырды. Осылайша олар өздерінің Украина алдындағы тарихи миссиясын орындады деп айтсақ болады. Себебі Ресейдің ең бір кәсіби тұрғыдан қабілетті, Ресейдің ең бір ұрыс салу бойынша, соғыс салу бойынша әскери тәжірибесі өте мол жоғары полктер мен батальондарын Украинаның астанасы мен өзге де аймақтарына емес, дәл осы Мариуполь қаласына бағытталуына өздерінің қатаң қарсылықтары арқылы әсер ете білді. Осылайша 2 ай бойы Мариуполь қорғанысы Ресей әскеріне үлкен адами техникалық тұрғыдан шығындар әкеле отырып, Украинаның өзге қалалары мен Украина билігіне уақыт ұттыру жағынан үлкен көмек көрсетті деп айтсақ болады. Ал қазіргі таңда енді Украинаның 36-шы әскери жасағы мен Азов полкінің аман қалған сарбаздарының басым көпшілігі Азовсталь зауытына барып жасырынды. Ал Азовсталь зауытына келетін болсақ, неге әлі күнге дейін Ресей әскер Азовстальды басып алмады деген ақпаратқа назар аударатын болсақ, ол өте қарапайым. Біріншіден, Азовсталь зауытын басып алу өте қиын, себебі зауыттың аумағы өте үлкен. Кей деректерге сенетін болсақ, зауыттың үлкендігі аумағы 11 шақырымға дейін созылған дейді. Зауыттың көптеген бөлімшелері бар, сол 11 шақырымға дейін созылған аумақты алып жатыр. Бұл бірінші. Екіншіден, енді қалалармен салыстыратын болсақ, тіпті бұл Ватиканнан 25-30 есе үлкен аумақты алып жатқан зауыт дейді. Яғни бұлайша алып қараған кезде бұл кішігірім қалашық. Және ол қалашықты алу Ресей әскері үшін үлкен бір адами шығындарға әкеліп соқтырып жатыр. Қазіргі таңның өзінде Азовсталь зауытына шабуыл жасау кезінде Ресейдің 1000-нан астам сарбазының қаза болғаны белгілі болды. Оны батыстық ақпарат көздері жазып жатыр. Оны Беллингет бойынша да нақтылап негіздеп айтқан болатын. Яғни Азовстальды адами тұрғыдан жаяу әскермен басып алу деген үлкен бір Ресейге шығындар әкелетіні белгілі. Сондықтан да Путин Шойгуға арнайы тапсырма берген болатын. Яғни зауытты тікелей шабуылдамай, толыққанды қоршап, зауыт шабуылын тоқтатыңдар деп. Бірақ біз қоршаудың бар екенін көріп отырмыз, бірақ шабуылдың тоқтағанын көрмей отырмыз. Бүгінгі таңда зауытты артиллериялық соққының астына да алып жатыр, зымырандық соққының астына да алып жатыр, бомбалап та жатыр. Яғни зауытқа шабуыл тоқтаған жоқ. Тек жаяу әскерді қолдану арқылы және жеңіл әскери техниканы, оның ішінде брондалған көліктерді қолдану арқылы жасалатын шабуылды ғана Ресей әскері тоқтатты. Енді Азовстальдың астына келетін болсақ, яғни Азовстальдың 2 деңгейі бар. Біріншісі ол жер үстіндегі Азовсталь, екіншісі жер астындағы. Жер үстіндегі ол кез келген зауыт сияқты бірінші шабуылдан кейін отқа оранды, қирады, яғни ғимараттар тас-талқан шықты. Бірақ жер астындағы Азовстальға келетін болсақ, ол алынбас қамал деп айтсақ болады. Әрине оны мыңдаған жасақты тастау арқылы алуға болады, бірақ ол Ресей үшін үлкен адами шығынға кеп соқтырады. Себебі зауыт 3 бірдей соғысты басынан кешірді. Жалпы зауыт 1931 жылы Сталиннің бұйрығы бойынша салынды, 1933 жылы қолданысқа берілді. 2 жылдан кейін зауыт тікелей шойын, болат, темір, алюминий сияқты көптеген металдарды шығару арқылы КСРО-ға ауыл шаруашылық техникаларын жасауға және әскери техникалар жасауға үлкен бір сеп болды. Алайда 8 жылы уақыт өткеннен кейін 1941 жылы Германия мен КСРО-ның арасында соғыс басталды. Міне осы кезеңде герман әскерлері шығысқа жылжу кезеңінде Азовсталь зауытын бірінші басып алуға барын салған болатын. Бірақ ол кезде өздеріңіз білесіздер, экономиканы эвакуациялау деген сондай бір жоспар болды. Сондықтан да Азовсталь зауытының басым бөлігін КСРО билігі Орал маңына эвакуациялап үлгерген еді.
Ал 45 жылы соғыс аяқталғанға дейін герман әскері шегініп бара жатқан кезеңде Азовсталь зауытын барынша бүлдіріп кетуге, қиратып кетуге барын салды. Себебі зауытты қирату арқылы кеңес үкіметі соғысқа қажетті техникаларды жасайтын металдардан қағылсын деген стратегияны ұстанған болатын. Яғни бұл Азовсталь осылайша бір соғысты өзінің басынан кешірді. Екінші соғыс ол 2014 жылы, жаңа өзіміз айтып өткен Мариуполь қаласын сепаратистер басып алған кезде зауыттың маңында кішігірім шайқастар болып өтті. Бұл Азовстальдың екінші мәрте жаңағы соғысты көрген кезеңі болатын. Ал үшіншісі ол қазіргі кез. Яғни 2022 жыл 25 ақпаннан бастап Азовсталь өзінің тарихындағы ең бір қайғылы кезеңдерді басынан өткеріп жатыр деп айтсақ болатын шығар. Азовстальдың асты жертөлесі ол КСРО кезеңінде бомбадан құтқару, бомбадан жасырыну жертөлелері ретінде салынды. Тіпті кей деректерге сенетін болсақ, ядролық соққыны да ұстай алатын сондай бір қабілетке ие, сондай бір күшке ие деңгейде жасалды дейді. Себебі КСРО билігі мен батыс арасында, социализм мен капитализмнің арасында қырғиқабақ соғыс жүріп өтті. НАТО мен Варшава шарт ұйымының арасында әскери текетірестер болып жатты. Міне сол кезеңде Мариупольге және өзге де қалаларға ядролық соққы берілсе, жаңағы халықтың басым көпшілігі, әсіресе бұл жерде әскери тұлғалардың басым көпшілігі осы жертөлелерге тығылу арқылы, жасырыну арқылы аман қалу мүмкіндігін қарастырылды. Міне сол кезеңнен бастап қалып қалған жер асты төлелері, жер асты жолдары бүгінгі таңда Азовсталь қорғанысына барынша септігін тигізіп жатыр деп айтсақ болады. Себебі Азовстальдың асты ол үлкен бір қорғаныс жүйесі, үлкен бір кешен және ол лабиринт іспеттес. Яғни оны алу өте қиынға соғады Ресей әскері үшін. Ал бүгінгі таңда Азовсталь зауытының астында мыңдаған Азов жасақтары мен 36-шы Украина қорғаныс министрлігіне қарасты 36-шы әскери жасақтан бөлек мыңдаған бейбіт тұрғындар бар. Балалар бар, әйелдер бар, қариялар бар. Олардың видеолары бүгінгі таңда көптеген әлеуметтік желілерде, көптеген ақпарат көздерінде, бұқаралық ақпарат көздерінде жарияланып жатыр. Енді Азовстальдың астындағы жертөледе қаншалықты дәрі-дәрмек бар, қаншалықты қару-жарақ бар, қаншалықты ауыз су бар, қаншалықты азық-түлік бар деген ақпарат өте аз. Яғни оны зауыттың қорғанысында тұрған әскери бөлімшелері жарияламайды. Ол әскери тұрғыдан құпия саналатыны да белгілі. Ал бірақ бір ақпарат белгілі, ол ауыз су тұрғысынан. Яғни ауыз су тапшылығы жоқ. Себебі сол КСРО кезеңінің өзінде Азовстальдың жертөлелеріне ауыз су жеткізу мәселесін толыққанды қарастырған болатын. Және жертөлелерде ауыз су жеткізу мәселесі оңтайлы тұрғыдан қарастырылған екен. Менің ойымша енді Азовстальдың ішіндегі бейбіт тұрғындарды шығару және эвакуациялау мәселесі алдағы таңда шешілуі мүмкін. Себебі оны Біріккен ұлттар ұйымының басшысы Гутерриш Мәскеуге бару арқылы, Киевке келу арқылы дәл осы мәселені талқылаған болатын. Бірақ зауыттың қорғанысында тұрған 36-шы әскери жасақ пен Азов полкының жаңағы сарбаздары зауыттан аман есен шығу екі талай сияқты. Себебі Ресей билігі үшін қазіргі таңда тіпті Украинаның басқа сарбаздары емес, ең басты жауы, ең басты нысанасы дәл осы зауыттың жаңағы ішіне жасырынған Украинаның 36-шы әскери бөлімшесі мен Азов полкының сарбаздары болып отыр. Себебі Ресей әскеріне қатысты жаңағы әлемдік рейтингте екінші орын алатын әскерге қатысты мифтің барлығын, аңыздың барлығын Украинаның Мариуполь қаласын 2 ай бойы қорғап тұру арқылы тасталқан еткен дәл осы екі әскери бөлімше еді. Сондықтан да бұл бөлімшелердің көзін жою, бұл бөлімшелердің сарбаздарының көзін жою Ресей билігі үшін тіпті нөмір бірінші міндетке айналып кетуде әбден мүмкін. Ал егерде Азовстальды бомбалау арқылы, артиллериялық соққы мен зымырандық соққылар арқылы ала алмайтын болса, ендеше алдағы таңда сарапшылардың айтуы бойынша зауыттың жертөлелеріне баруға қабілетті болатын химиялық газдарды қолдану арқылы да зауыттың қорғанысын түбегейлі жоюды Ресей билігі алға қою мүмкін деген болжамдарды да жоққа шығармайды. Сондықтан да қазіргі таңдағы Азов полкі мен ол полктың аңызға айналуына үлкен бір
септігін тигізіп жатқан Азовсталь зауыты менің ойымша Ресей-Украина соғысындағы ең көп айтылатын тақырыптардың бірі болады. Және алдағы таңда тіпті адамзат тарихында да, соғыстар тарихында да дәл осы ақпараттар тіпті әлемдік жаңа оқулықтарға да енгізілуі әбден мүмкін. Ол менің ойымша Азов полкі және Азовсталь қорғанысы деп аталуы ғажап емес. Қысқаша айтқанда осы, ұнаса лайк басыңыз, ұнамаса дизлайк басыңыз. Ең бастысы арнаға жазылу арқылы қолдау білдірсеңіздер алғысымды білдіретін едім. Сау, саламатта болыңыздар.